Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге түскі асқа дайындауға болатын, қамырын ашытып, ұзақ уақыт күтпейтін, тез арада дайын болатын осындай пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ыстықтай ұсынсаңыз, дым қалдырмай жеп қоятын осы өте дәмді пияз нанды менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне ашытқымызды, сұйық майымызды салып араластырып, үстіне ұн қосып қамыр илейміз. Қамырдың құрамында сұйық май болғандықтан, қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін үстін пищевой пленкамен орап, 10 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Енді пияз нанымыздың салмасын дайындаймыз. Бізге осындай 4-5 бас орташа көлемдегі пияз қажет болады. Осылай жұқалап, майдалап турап шығамыз. Келесі кезекте мен осылай көк пиязды қостым. Егер сіздер ұнатпайтын болсаңыздар, тек пияздың өзін ғана қосып жасасаңыздар болады. Осылай екі пиязды бір-біріне салып, үстіне тұзын және қара бұрышын салып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Және бір-бірімен жақсы араласу үшін мен осылай 2-3 ас қасықтай сұйық май қосып жібердім. Қамырымызды 10 минуттан соң алып екіге бөлеміз, бізде 2 пияз нан шығады. Қамырымызға осылай ұн себе отырып, өте жұқа етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың арасына еріген сұйық майымызды барлық шетіне жеткізе отырып, осылай жағып шығамыз және салмамызды саламыз. Достар, егер канал ұнап жатса, подписка батырмасын басып, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осындай енді дамып келе жатқан қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып қойсаңыздар. Салманы салып болғаннан соң қамырды тура ортасынан екіге бөліп аламыз және қамырды осылай жіңішке етіп орап шығамыз. Оралған қамырларымызды пергамент қағазы төселген тапаға салып, осылай бір-біріне жабыстыра отырып ораймыз. Пияз нанның бетіне жұмыртқа жағып күнжіт септім және 180-200 градус қызған пеште 30-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің тәтті, өте дәмді пияз нанымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ыстықтай түскі асқа, кешкі асқа ұсынсаңыздар да тауысып қоятыны сөзсіз. Менің есімім Әсел. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.